Екі бай құда болса, арасында жорға жүреді. Екі жарлы құда болса, арасында дорба жүреді. Бай мен жарлы құда болса, айрылыса алмай зорға жүреді. Бұрынғылардан қалған әрбір сөзде терең мағына бар екенін тағы бір дәлелі осы әңгіме болса керекті. Әсем жолдасынан ерте айырылып, екі қызын жалғыз өзі бағып қақты. Сұм ажал жандосты бұл өмірден ерте алып кетті. Әсем ешкімге алақан жаймай, қатарынан кем қылмай, бір емес, бірнеше жерде жұмыс істеп жүріп, қыздарының қалауының бәрін орындап, беттерінен қақпай өсірді. Қыздарының тәрбиесіне көп көңіл бөлетін, соның нәтижесінде Сабина мен Айсара екеуі көрсе көз сүйсінер қыз болып бой жетті. Екі қызының да білімді болуына бар жағдай жасап жүрді. Аналарының арқасында екі қыз да жоғарғы білім алып, өз істерінің маманы атанды. Сабина балаларға тәлімгер болуды армандаса, Айсара адамдардың денсаулығы үшін күресуді жөн көрді. Екеуі де өз ортасына сыйлы, абыройлы болса да, үнемі жүздерін мұң шалып жүретін. Екеуінің де ойында аналарының жалғыз қалуы. Міне, сол үшін де тұрмыс құрудан бас тартып, екеуі де жігіт атаудан бойларын аулақ ұстап, үнемі үйлеріне қарай қашады да жүреді. Бойларын үрей билеп алған. Әсем де әбден күйзеліп бітетін болды. Қыздарының жасы 25-тен асса да, тұрмыс құрмай жүргеніне өзін кінәлі сезініп, жанына маза берер емес. Екеуі де анасын уайымға салмау үшін үнемі әр басқан қадамын аналарына баяндап отырушы еді. Бұл жолы Сабина еш ескертусіз кешігіп жатыр. Телефонына қоңырау соғып еді, телефоны өшірулі. Айсара әпкесінің таныстарының бәріне қоңырау соғып сұрастырды. Оның қайда кеткенін тірі жан білмейді. Мұндай жағдай өмірлерінде алғаш рет орын алып отырғандықтан, екеуі де әбден сасқалақтап жүр. Түнгі сағат 2-ге жақындады. Бір кезде есік ашылып, Сабина кіріп келді. Сабинаны көрген Әсем мен сіңілісі орындарынан тапжылмай қалды. Өз көздеріне өздері сене алар емес. Сабинаны мұндай күйде алғаш көруі. Үсті басы жұлма-жұлмасы шыққан, құдды бір орманда адасып, ши-бөрілермен шайқасқандай. Ентігін баса алмай, әбден шаршап шалдығып, әрең есіктен кіріп, анасын құшақтап, еңкілдеп жылап жіберді. Қызым-ау, саған не болды? Мына түрің не? Кел отыршы мұнда. Әпке, міне су ішіп алшы. Саған не болған? Анашым, деп әрең сөйледі. Өксігін баса алмай, етегі жасқа толып, жылағаны жылаған. Әсем мен Айсара екеуінің көздері бір-біріне түйісіп, Сабинаға не болғанын сезіп тұрғандай. Алайда жағдай олар ойлағандай болмай шықты. Қызым, жетер енді, жылауынды доғар. Дереу жинал, полицияға барып, арыз жазамыз. Анашым, сіз бәрін білесіз бе? Сіз бұлай боларын білдіңіз бе? Нені білуім керек еді? Мені алып қашып кетерін білдіңіз ғой, иә? Не дейді? Сені біреу алып қашты ма? Қызым-ау, соны ертерек айтпайсың ба? Мен сенің абыройыңды біреу аяққа таптаған екен деп зәрем қалмады ғой. Өткен жолы сіз айтып жүрген ауылдағы танысыңыздың ұлы мені күштеп алып қашып кетті. Сен сонда ол жақтан қашып кеттің бе? Сенің денің дұрыс па? Жасың болса 27-ге келді. Неге қашып кеттің? Ол жігітті танисың. Бөтен жер емес. Неге бұлай жасадың? Менің тұрмысқа шыққым келмейді. Неге? Не үшін? Сізді қимаймын, анашым. Біз кетсек, сіздің күніңіз не болмақ? Өмір бақи жападан жалғыз не істейсіз? Өмір бақи деген сөзіне келіспеймін. Сөз бар ғой, жарлы деп айтпа, пайғамбарға сөз тиеді. Жалғыз деп айтпа, Құдайға тіл тиеді деген. Жалғыздық Құдайға ғана жарасқан. Мен жалғыз емеспін, жанымда бауырларым, әкеннің туыстары бар. 2 балам көбейіп, 4-еу болады емес пе? Біз сізге қарыздармыз. Осы күнге дейін біз үшін өмір сүріп келдіңіз. Ендігі кезек біздікі. Сендер тұрмысқа шығуларын үшін мен өлуім керек пе? Мүмкін сонда екеуінде тұрмысқа шығасыңдар. Анашым, олай деменізші. Мен сізді жанымнан артық жақсы көремін. Жарайды, тұрмысқа шық десеңіз шығайын.
Ең бастысы сіздің аман болғаныңыз. Бірінші бақ, екінші сор, бақ деген ақ босаға аттап, ақ орамал жабылған соң, сол жерде қалуым керек еді. Ендігі жағдайы не болар екен? Әсем қыздарын құшағына қысып, марқұм жолдасын есіне алып, көзіне жас алды. Қыздарының да әкелеріне деген сағынышы күн сайын артпаса басылар емес. Сабина сол күнгі оқиғадан соң мүлдем тұйықталып кетті. Араға жыл өтсе де ешбір жігітпен көңіл жарастыра алар емес. Ал Сабина болса өте көңілді қыз, үнемі жан жағындағы адамдарға позитивті көңіл күй сыйлап жүреді. Өзінің сүйген жігіті де бар, тек тәрбиеден аттамай, әпкесінің тұрмыс құруын күтіп жүр. Ал сүйіктісі Әміре болса, ғашығын өз еліне келін етуге асық. Міне бүгінде қос ғашық кәрі қыз атанған Сабина үшін тағы да ренжісіп отыр. Жаным, анам ертерек үйлен деп қыспаққа алып қоймай жатыр. Қашанға дейін осылай жүреміз? Мен саған айттым ғой, әпкемнен бұрын тұрмысқа шықпаймын. Әпкен мына жүрісімен қу тізесін құшақтап жалғыз өтетін шығар. Олай деме, оның жаны қалай күйзеліп жүргенін сен түсінбейсің. Әпкен тұрмысқа мүлдем шықпаса қайтесің? Неге шықпайды екен? Әлі-ақ өз денін тауып бақытты болады. Осыдан қара да тұр. Менің әпкем тұрмысқа шықпай қалатындай бір кемшілігі бар ма? Мен олай деген жоқпын ғой. Мені дұрыс түсінбедің. Асығыс болсан, басқа қыз тауып үйлене бер. Мен қазір тұрмысқа шықпаймын. Айсара ашуға бой алдырғаны соншама, өзінің қаншалықты қатты сөйлегенін өзі аңғармай қалды. Оның әр сөзін анық естіген Сабина ақырын ғана сіңілісінің бөлмесіне кіріп келді. Әпке, келсенші. Айсара сасқалақтап қалды. Айсара сіңілім, сенімен сөйлескім келеді. Мен үшін бағынды байлама. Әпке, сен дұрыс түсінбедің. Анамыздың арманын тым құрыса сен орында. Мен жасаған ақмақтықты сен қайталама. Басына қонған бақыт құсын ұшырып алма сіңілім. Әпке, әр нәрсенің өз жолы бар. Мен тек сенен кейін ғана тұрмысқа шығамын. Ел жұрт мені ақ босағадан қайтқан, ақ орамалды аяққа таптаған деп жүргенде, қай ақмақ мені өзіне жар етеді дейсің? Анамызға қарашы, уайымнан шашына ақ түсіп, жүзін әжім басуда. Сен бақытты болуға лайықтысың. Бағынды байлама. Мен саған еш өкпелемеймін. Керісінше, сен бақытты болсан, біз қуанамыз. Әпке, келші құшақтайын. Апалы-сіңілі екеуі бірін-бірі құшақтап жылап, одан соң ұзақ уақыт шер тарқатып, әбден шүйіркелесті. Айсара әпкесінің ризашылығын алған соң, иығынан ауыр жүк түскендей өзін жеңіл сезінді. Іштей бұл сүйінші хабарын сүйіктісіне жеткізгенше асығып тұрды. Әпкесі шығып кеткеннен дереу Әміреге қоңырау соқты. Қуанғаны соншама уақытқа қарамаған болатын. Сүйіктісінің беймезгіл қоңырауын көрген байғұс жігіттің зәресі қалмай, даусы дірілдеп әрең жауап берді. Жаным, бәрі дұрыс па? Әміре, сен неге шошып тұрсың? Ойбой, кешірші мені. Менің қуанғаным соншама, сағатқа мән бермеген екенмін. Сенен сүйінші сұрауға асықтым. Әпкен тұрмысқа шығатын болды ма? Жоқ, Алла қаласа, ол күнді де көрерміз. Ендеше не болды? Әпкем маған өз жолын берді. Саған тұрмысқа шығуыма рұқсат берді. Рас айтасың ба? Иә жаным. Ендеше үйдегілерге әпкен мен ананды таныстырайық. Солай жасайық. Бұл түнде олардан бақытты адам болмаған шығар сірә. Болашаққа жоспар құрып, тәтті арманның етегіне еріп, ұйқыға кетті. Бар болғаны бірер сағат көз ілсе де, таңертең өмірге құштар болып, бақыттан бал-бұл жайнап, құлпырып, ерекше құлшыныспен жұмысына жиналған Айсараны көріп, Сабинаның да көңілі көтеріліп қалды. Әсем болашақ күйеу баласын көріп, оның отбасымен танысты. Құдағиы Қарлығаш өте өнегелі, парасатты, мейірімді жан екен. Құдасы Мараттың өзімшілдігі көңілін құлазытты. Марат еліміздегі белгілі бір банктің ірі қаладағы кеңсесінің директоры. Дүние, мансап болған соң, мүмкін солай болуы да керек шығар. Әсем екі қызы мен тойдың дайындығына кірісіп кетті. Әкесінің орнын білдірмеу мақсатында
ағайын туыстары еш аянбай қызмет етуде. Әсем де осы күнге дейін қайын жұртының ешбір той жиынынан қалып қойған емес, үнемі қолында барын алып жетіп баратын. Міне, енді соның қарымтасын туыстары қайтарып жатыр. Ұзату күні белгіленіп, қымбат ресторанды таңдап қойды. Той күні жақындаған сайын Әсемнің көңіл күйі болмай жүр. Қыздарына көрсетпей, кейде жылап алады. Оның себебі Айсараның тұрмысқа шығып, өсіп өнген ұясынан ұшуында емес. Үлкен қызы Сабинаның жанарындағы мұңды көріп, ет жүрегі езілуде. Қыз болған соң, оның да дәл осылай біреуге ғашық болып, махаббаттың буына мас болуға хақысы бар емес пе? Қашанға дейін бұлай жалғыз жүрмек? Оның тағдыры неге бұлай болды? Осы сынды сұрақтар күндіз-түні маза бермейді. Жападан жалғыз ой үстінде отырғанда, қызы Сабина жанына келіп жайғасты. Анашым, кел қызым, келе ғой, неге соншама мұнайып жүрсіз? Айсара алысқа кетіп бара жатқан жоқ қой? Мен Айсара үшін еш алаңдамаймын. Нағыз ер азаматты жолықтырып, қамқорлығын сезініп жүр. Өз қызындай қабылдап, бар мейірімін беріп жүрген алтындай енесі тұрғанда неге алаңдаймын? Ендеше сізге не болды? Мен сені уайымдап жүрмін. Қызым, сенің де бақытты болуға хақың бар. Жасын 30-ға келді. Неге кездескен жігіттердің бәрінің бетін қайтара бересің? Бұл тақырыпты қозғағым келмейді. Өтініш, мені бұлай тергемеңізші. Қаша бер. Осылай жүргенде біреудің тоқалы болып, немесе біреудің баласына өгей шеше болмасан, сені отбасын құрмаған жігіт ала қоймаса анық. Тағдырыма жазылғанын көремін ғой. Сабина бұл жолы да анасының көкейіндегі сұрақтарды жауапсыз қалдырып қаша жөнелді. Әне-міне дегенше шулап жүріп, той да өте шықты. Айсара өз үйімен қоштасып, өзге елге келін атанды. Еңбекқор, пысық қызға келіндік өмір аса қиынға соқпады. Дереу үй шаруасын дөңгелетіп алып кетті. Екі жақта салт дәстүрге сай жөн жоралғының бәрін жасады. Айсара өте бақытты еді. Көп уақыт өтпей, құрсақ көтеріп, өмірге деген құштарлығы одан сайын арта түсті. Үнемі жүзі жайнап жүреді. Ата-енесінің ризашылығымен ақ батасын алып жүрген үлгілі келін атанды. Жұрт қызыға әрі қызғана да қараушы еді. Жүкті болғанына қарамай, бар шаруаны өзі тындырушы еді. Бір емхананың бас дәрігері атанып, балалардың денсаулығы үшін күндіз-түні ізденісте жүретін. Жауапкершілігі мықты дәрігер атанды. Ай күніне аман-есен жетіп, шекесі торсықтай ұлды дүниеге алып келді. Енесі үнемі немересі үшін барын салатын. Күндіз-түні жанынан шықпай, келіні мен немересіне күтім жасап жүрді. Қарлығаш пен Айсара екеуі бір-біріне өте бауырмал болды. Әсем мейрамханада аспазшы болып жұмыс істейтін. Таңнан кешке тік жүретін болған соң, соңғы кезде балтыры сыздап жүргенін жиі айтып жүр. Сабина қанша рет үйде отыруын сұраса да, жұмысынан бас тартпай қырсығып жүр. Айсараның ұлы енді ғана 2 айлық болғанда, Қарлығаш отырған жерінде қисайып, ұйықтаған күйі қайта оянбады. Тосыннан келген ажал бұл отбасын әбден есеңгіретіп тастады. Оның өлімі шешімі жоқ жұмбақ секілді. Дені сау адам, бірақ сәтте еш жері ауырмай, көз жұма салуы миға қонымсыз секілді. Бәрі де бір Аллаға аян. Жаназасына жиналған елдің есебі жоқ. Айсараның жаны күйзеліп жүрсе де, үйде өзінен басқа әйел адам болмаған соң, әрі-бері шапқылауға мәжбүр. Әсем 1-2 күн ғана жиен немересіне қарап, одан соң жұмысына қайта шығып кетті. Айсараның үйіне келер қонақтардың аяғы азаяр емес. Ұлы шырылдап жылап, анасына күні-түні маза бермейді. Таңнан кешке дейін көңіл айтып келген адамдарға шай ұсынып, шыр жүгіріп жүр. Әбден шаршап шалдықты. Күйеуінен рұқсат сұрап, анасын көмекке шақырды. Анашым, марқұм енемнің 40 күндік асы өткенге дейін біздің үйде тұра тұрсаңыз деп едім. Немереңізге қарамасаңыз болмайды. Қызым, менің жұмысым бар ғой. Сол ақшаны мен ақ сізге төлейін.
Не азап сізге, аяғыңыз ауырып, әрең жүргенде, келіңізші өтінем. Әсем қызының даусынан әбден шаршағанын сезіп, жоқ деуге дәті жетпеді. Өзімен өзі емін-еркін жүріп тұратын адамға бөтен үйде қону біраз қиынға соғары анық. Амал нешік, ана болған соң қызы үшін келісім берді. Әсем күндіз-түні немересін бір жылатпай күтім жасап, жанынан бір елі ажырамады. Әр бейсенбі сайын ағайын туыс жиналып, ас берілді. Әсем негізі өзіне күтім жасап жүретін, өз жасынан әлде қайда жас көрінетін, фигурасы да 18 жастағы қыздыкіндей әдемі келіншек. Танымайтын адамдар кейде Айсараға әпкембе деп сұрақ қойып жатады. Немересіне бауыр басып, бұл үй мен үйдің адамдарына үйренісе бастады. Әйтсе де өз үйіне қайтуға асығып, күн санап жүр. Өз шаңырағына оралуға аз ғана күн қалғанына қуанып, мәз болып жүрді. Мінекей, көзді ашып жұмғанша бір айға жуық уақыт зулап өте шықты. Айсара енесінің 40 күндік асына дайындалып жүр. Күн сайын базар аралап, үйіне кеш түскенде келеді. Үйінің перделерін жанартпақ болып, тігіншіге пердеге тапсырыс берді. Кешкі астан соң жолдасы екеуі перделерді алып келуге қаланың шет жағындағы ауылға кетті. Немересі түні бойы ұйқы бермейтін болған соң, ол ұйықтағанда Әсем де шаршап ұйықтап қалады. Шырт ұйқыда жатқан. Кенет құлағының түбінде біреудің ыстық демін байқап, шошып оянды. Өз көзіне өзі сене алар емес. Жанында құдасы Марат тұрды. Сіз не істеп тұрсыз? Денің дұрыс па? Әлде әйеліңіздің қазасы жаныңды жеп, есіңізден адастырды ма? Өлгеннің артынан өлмек жоқ. Тірі адам тіршілігін жасау керек емес пе? Екі жарты бір бүтін болсақ қалай қарайсың? Сіз жынданайын депсіз. Кетіңіз кәне бұл жерден. Сен мені өз үйімнен қуып тұрсың ба? Қыпша белін қылпылдап, өзін менің нәпсімді қоздырдың. Есінде болсын, тана көзін сүзбесе, бұқа жібін үзбейді деген сөз бар. Осыдан қазір күйеу бала келсе, бұл ісіңіз үшін сізді аямайтын болар. Аяғын ауырып әрең жүр деп естідім. Кәне, құшағыма келші. Мен саған өмір бойына жететін ақша берейін. Қайтесің өзіңді қинап, жұмыс істеп? Сенің қарамақшаның маған қажеті жоқ. Марат сол кезде адам кейпіндегі хайуан секілді еді. Немересінің шырылдап жылағанына қарамай, өз арам ойын жүзеге асырды. Әсемнің күресуге шамасы жетпеді. Осылай жесір құдағи өз құдасынан қорлық көрді. Еңкілдеп жылап өзін тоқтата алар емес. Қызы келсе болды, оны дереу күйеуінен ажыратып, бүкіл дүниесімен қосып, мына үйден алып кетпек болды. Осыдан қазір қызым келсін, бұл үйде оны бір секундқа қалдырмаймын. Ұятсыз алжыған шал. Мейлі, алып кете бер, одан менің ештенем кетпейді. Менің неше күндік өмірім қалды дейсің? Бір күнде өлемін де қаламын. Балама басқа қатын табылар. Ал сенің қызына не болады? Болашақта дәл сен секілді қорғансыз болып, біреуден жәбір көрмесіне кім кепіл? Мен келінге ризамын. Оған еш зиян келтірмеймін. Уайымдама. Бұл жөнінде біреуге жақ ашсаң, қиналатын тек қызың ғана. Ең алдымен сүйіктісімен ажырасуына мәжбүр болады. Тым құрыса, мына баланы аясаншы құдағи. Әкесі бола тұра, тірі жетім болып жүреді ме? Алла жазаңды берсін сенің. Неменеге сонша долданасың? Күйеуге өтпей қалатындай жас қыз емессің ғой. Аузыңды жап, әйтпесе сені бауыздап тастаймын. Қарғыс атсын сені. Әсем немересін бауырына басып, етегі жасқа толып жылады. Қартайғанда мұндай қорлық көремін деп ойламаған еді. Марқұм жолдасының алдында өзін айыпты сезініп, жаны әбден азапталды. Құдасының сөзінің жаны бар. Екеуінің де бір аяғы төрде болса, бір аяғы көрде. Жастардың өмірін ойрандауға хақым жоқ деді ме? Қызы келгенге дейін өзін реттеп, жуынып, шайынып, немересінің сүтін ішкізіп, ұйықтатты. Қызы келгенде өтірік ұйықтаған кейіп танытты. Таңертең ешкім оянбай тұрғанда бұл үйден қашып кетті. Қызыма зиянын тисе, ажалың менен болады деп құдасына хабарлама жіберді. Анасының бұл ісін Айсара түсінбей ұзақ ойланды. Анасы ауырып тұрмын, қатты шаршадым десе де,
сене алар емес. Әр сөйлескенде қайын атан жақсы ма деп сұрағанда қызы тоқтамай мақтай жөнеледі. Сол түннен кейін Әсем ол үйге қайта қадам баспады. Енді міне араға 3 жыл салып, бірнеше күн бұрын ғана Мараттың жаназасына барып келді. Жүрегі қысылып қаза болыпты. Үйді көрген бойда сол түнгі қорлығы есіне түсіп, ескі жараның беті қайта тырналды. Алайда алдынан жүгіре шыққан немересін көріп, көңілі аздап көтеріліп қалды. Бұл құпияны мен өлгенше ішімде сақтауға дайынмын. Бәрі де қызымның бақыты үшін. Оны мен кешірмесем де, Аллам кешірсін деді. Құдаға жармасам да, алтындай күйеу балаларым бар. Сабинада тұрмыс құрып, күйеу балам екеуі біздің үйде маған қамқорлық жасап, бірге тұрып жатырмыз деп кейіпкер әңгімесін аяқтады.